сөйтіп Шымкентке қарай шығайын деп жатырмын. Алматы Бакат жылқылар жайылып жүр ғой, жылқылар. Шымкентке қарай шығып бара жатырмын. Сонымен Шымкентке барып бір жақсы жаңалығым бар енді. Барғаннан кейін көрсетеміз сіздерге. Құдай қаласа, Алла қаласа жетіп алайық Шымкентке, көреміз сосын. Сөйтіп грузымды артуға бара жатырмын қазір. Барып қазір грузымды артып алып, сонымен Шымкентке қарай шығамыз жайлап. Күн жылында, Алматы жылында жақсы болып тұр ғой погода деген. Тамаша погода болып тұр. Алматыдан Шымкентке груз таптық. Әйтеуір бүгін 2 сағат па 3 сағат па делада отырып бір груз таптық. Енді соны артуға келдім как раз. Артында бір фураны артып жатыр екен. Фурадан кейін артамыз сені дейді. Клиент сағат 3-те деп айтқанда, мынау 4-те деп айтқан. Кімдікі рас енді, кімдікі дұрыс енді білмейсің ше, короче. Сондықтан жарайды енді. Пунктуальный мен ғана ма деймін, ровно 3-ке 8 минут қалғанда адреске келдім ғой. О 4-те деп айттым дейді. Пунктуальный мен ғана ма деймін да, уақытпен жүретін ше. Ровно келдім ғой бірақ. Сол енді фура вроде оталды, теп болып қалды ғой деймін. Енді мен палеттерін жинайды қазір, соны артамыз, құда қаласа, сонымен тартамыз Шымкентке қарай. Груз мынандай жерден артып жатырмын ғой, қараңызшы, қандай үйлер деймін да, я. Алматыдан осындай бір квартира алу, біраз адамның арманы ғой негізінде. Квартираға, Алматыда квартираға қол жеткізу біраз адамның арманы. Оның ішінде мен де бармын. Мынандай жерден бір квартира алып қойсаң шіркін, қайында я. Алматы, в общем, қымбат қала ғой негізінде. Мына складтар мынандай. Мына жағы дом, сондай жерде тұрмыз ғой, короче. Мына артымыздан фура шығып жатыр. Шымкентский фура шығып жатыр. Грузын артып болды, кетіп барады. DAF 105, 410. Не деп айтады еді, прицепті емая. 105. Не дейді еді, ұмытып қалдым прицепті. Солай, короче. Грузымызды арттық. Енді Алматыдан шығып бара жатырмыз, Рысқұлов даңғылы дейді. Бұл жақта кезінде пустой болған еді. Қазір неғылғандай үйлер сап тастады, мощный. Сонымен Рысқұловпен келе жатырмыз енді. Сонымен Рысқұловпен кіріп, Көксай, іргелі, Кемертоған, содан Ташкентскийге шығып кетеміз. Мына жағы, Момышұлы, Ташкентский, Сайна Ташкентский жағын бәрі пробка болып жатыр. Сонымен осы жағымен шығып кетемін деп шештім енді. Мен дұрыс емес пе қалай екен. Вроде ашық болып тұр, аяқтар келе жатырмыз. Бұл жақпен жүрмегелі біраз болып еді, аяқ кәдімгідей городок болып кетті ғой тұра. Енді үйлер түсіп, аңғарыңдыш, мощный үйлер түсіп жатыр екен, керемет үйлер түсіп жатыр екі жағынан да. Алматы жылдан жылға көйіп бара жатыр, бірақ сонда да машина деген сыймайды ғой қаланың ішіне ше. Не деген сұмдық енді білмеймін ғой. Жылдан жылға көйіп жатыр, бірақ машина сыймайды ғой. Бізге былай оңға қарай кету керек, оңға кетіп Қарғалы, іргелі, Кемертоған деп әр жағын Ташкентскийге бірақ шығамыз керек. Осылай, короче, Асыларманға жеттік қой әйтеуір айналып. Вроде Ташкентский пробка емес екен негізінде ше. Бірақ сонымен өстіп әйтеуір артымен тоқтамай жүріп кеттік қой. Асыларманға өттік, Асыларманнан Райымбек повороттан өтеміз қазір. Сонымен дальше все, жол болсын жігіттер, ал аман есен жетіп алайық енді Шымкентке. Осы өмірі бітпейтін Ташкентский Қаскелеңге шейін пробка осы ше. Осы жолды бар ғой, мен бір пробкадан тазартып тұрған көрмедім бар ғой. Қашан жүрсең, қай уақытта жүрсең де әйтеуір бұлай шыға берсін, Алматыдан шыға берсіне қарай, қалаға кіре берсіне қарай осындай жабысып атады да, білмейме. Бүкіл Алматының жұмысын бар ғой, облыстың адамдары істейтін сияқты ше, как будто бар ғой. Сендер қалай ойлайсыңдар негізі? Қаланың городскойлар жұмыс істемейтін сияқты вообще бар ғой. Бүкіл жұмысты осы облыстар істейтін сияқты, қараңдаршы. Пробка страшно. Или қалаға пропискаға отырып, бәрі облыста тұра ма или? Түсінбеймін ше, 02-лер ғой что-то кетіп бара жатқан. 05-тер көрінбейді. Қалаға пропискаға отырып, бәрі облыста тұра ма или ше? Не деген пробканы сонша бар ғой, жабысып жатыр ғой вообще. Осы Киізға шейін осындай пробка енді ше, Қаскеленің поворотына жетем дегенше осындай пробка. Амал жоқ, барамыз енді. Мына Киізға келдік та, Киізға. Әлі пробка болып тұр, пробкамен келдік осы жерге шейін. Бұл неге пробка десем, Киізде мына жерде светофор тұр екен ғой, светофор, пешеход бар екен адамдарға. Анау жоғарыдағы пешеход не үшін деймін да, жоғарыдағы пешеход не үшін деймін, өтіп кетекші көрдім. Осы пешеход деген ғой пробканың бәрін жасап тұрған. Әлгі бір подземный пешеход жасап беру керек адамдарға. Болды. Подземный пешеход 4 полоса істеп барсен әерге. Ой, пробка болмайды да. Зуылдап кетеді, о зуылдап. Автобус айч қаяққа шығып барады деймін. Бұларда похуй бар ғой, нахуй мені. Шәкті өзің, есәләңдеріне. Короче, Атарға жағында қалдық. Мына жерге де шлагбаум түсейін деп жатыр екен ғой. Шлагбаум түсейін деп жатыр екен бір жерге де.
Алматы, Шымкент, Алматы. Енді ақша төлемей жүре алмайсыңдар енді. Алматы, Шымкент екі ортада ақша төлемей ұра беретін еді ғой. Енді бәріне сыпырады шлагбаум арқылы. Шлагбаум өткізбейді енді ешқайсың. Ақша төлесең өтесің, төлемесең қаласың сол жерде. Шлагбаумды салып әдемілеп. Атарға жете алмай қойдық қой, атарға же. Не болып кетті өзі. Атарға келдік мына атарға. Осында кішкентай столовый, қуырдағы машин. Қаншама машина тұрмын. Елдің бәрі осы жаққа тоқтап жатыр. Жолдың әр жағында Таңшолпан деген тұр. Оған тоқтап жатқан адамдар аз отыр. Жолдың әр жағынан тоқтап келіп жатқандар да бар. Жолдың әр жағынан тоқтап тамаққа келіп жатқандар бар осы жерге. Тамағы жақсы. Класс көрсетем. Алматы, Шымкент жол деген не болып кеткен? Пойызбен келетқан сияқтысын тұра дың кетіп. Почти шығып кетті ғой тазаша. Осындай дың кетіп. Не сұмдық мына жол деген. Жай жүріп келатырмыз енді. Андай асфальт үстіне алып тастаған екен, шұны лақтырады еще. Былайда. Не деген сұмдық мынау. Мана Таразға жақындап қалдық, осы жерде ұйықтап тұрдық, ұйықтап. Қазір жүреміз енді. Сонда 12-де жатқанымыз сағат 6:30 болды. Бірден кете ұйықтағанымыз сағат 6:30 болды. Содан тұрдық. Енді айдаймыз енді Құдай қаласа. Тараздың объезіне келдік, Тараздың объезі. Талдардың арасында гәжиттер тығылып тұрған жерде. Вот, уже жап-жасыл болып тұр екен. Бірақ уже поляны жыртып егіп тастап шөптерін де. Поля өсіп жатыр екен уже. Осындай Тараз. Мынау тоқтардың бәрі жерде салбырап тұр ғой деймін де. Адамның қолы жетеді ғой мынаған почти ше. Или жаңадан тоқтартайын деп жатыр ғой деймін походу. Жаңадан тартайын деп жатыр екен ғой, онда тоқ жоқ екен ғой. Тараздың объезі міне жасап жатыр екен. Күн деген керемет болып тұр ғой, күн деген. Жел бірақ, жел. Тараздың желі бітпейтін негізі бар ғой, білмеймін неге екенін. Стабильный жел болып тұрады ғой Таразда. Старый перевалмен көтеріліп келе жатырмыз. Старый жауып ұстаған екен. Білмеймін, ашық шар деп отырғанда әйтеуір. Фуралар түсіп жатыр ғой әйтеуір. Біз де өтіп кетеміз. Ұрып келе жатырық Старыймен. Выгрузка жасайтын жерімізге келдік. Адамдар әлі жоқ шәке. Фуралар тұр мына жерде. Біз де келіп тұрмыз енді. Қазір через полчаса деген білмеймін, обедтері 1-2-ге шейін обед екен. Неше сағат обед жейтіндерін бір Құдай білсін. Әлі келмей жатыр. Енді басталды. 2 палетіне кетті ғой енді ғана. Обедтері бітті әйтеуір әрең дегенде. Қазір енді түсіреміз, барып тамақ ішеміз. Болды сонымен. Құдай қаласа.